Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар? Бүгін сабағымызды бастаймыз. Менің каналыма, сабағыма қош келдіңіздер дегім келеді. Сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ 4-ші сынып, қазақ тілі 93-ші сабақ, жіктеу есімдігі. Яғни жіктеу есімдігі мен, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктеріне жатады. Яғни жіктеу есімдіктері мен, сен, ол деген сөздер екен. 42-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917 жылы, 1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасай алмайды. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір. Бүркіт қауқарлы құс. Ол қоян, тиін, құр және тырнаға ұқсайды. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан зардап шегеді. Балалар, мәтінге қарап, міне осыларды біз білдік. 43-ші жаттығу. Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, бүркіт туралы мәтін құрап жаз. Балалар, мұнда мекендейтін жері, қай жерге ұя салды? Биік ағаштар мен зәулім жартастарға, Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары, Іле Алатауы, ұя салу науқаны наурыз, сәуір айлары, жұмыртқа саны 1-2, қандай құсқа жатады, жыртқыш деген сөздерге қарап кестедегі сөйлем құрап жазамыз. Бүркіт Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа жерінде көп кездеседі. Алтай таулары мен Іле Алатауының етегінде де мекендейді. Ұясын зәулім ағаштар мен зәулім жартастарға салады. Ұяны наурыз, сәуір айында салады. Жұмыртқа саны 1-2, ол жыртқыш құс. Балалар, енді келесі 44-ші жаттығу. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, жаңылтпашты оқы. Қара бүркіт томағасын түсірді. Оны мен томағаламай, кім томағалайды? Балалар, мұнда кім, мен, оны деген сөздер берілген. Соны орнына қойып тиісті жаздық. Бұнда сұрау мәнінде жұмсалған есімдік кім деген сөз. 45-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Саятшылық құс салып аң аулау өнері. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Сол құстармен аң аулайды. 46-шы жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құраңдар. Күн жылыды. Қарлығаштардың үйдің бұрышына ұя сала бастады. Мен оларға тиіспедім. Анам ұрсатын шығар деп анама айтпадым. Анам неге үркітпедің деп ұрсады деп ойладым. Бір күні анам қарлығаштарды көріп қойды. Сол кезде анамның қатты қуанғанын көрсеңіз ғой. Оған қосылып мен де қуандым. Қарлығаштар біздің досымыз, деді анам. Балалар, мінекей осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса комментарий жазуды, подписацияны басуды ұмытпаңыздар.